Қайырлы күн достар. Саламатсыздар. Бүгін біз past simple'ды жалғастырамыз, negative және question forms. Соның құрылымына келетін болсақ, бізде негативда, question'да бізде көмекші етістік керек болады. Ол көмекші етістік бізде осы шақта do болатын болса, өткен шақта ол did. Назар аударыңыздар, did қолданамыз. Сонымен позитив сөйлем бізде I watched, we cleaned, you played, they did болатын болса, болымсыз сөйлемде біздер көмекші етістікті қолдана отырып, болымсыз сөйлем құрастырамыз. Мысалы, I didn't watch, we didn't clean, you didn't play. Демек, did not болғандықтан бізде қайтадан етістіктің бірінші формасы infinitive формасына енеді. Сұрау сөйлемде бізде did көмекші етістігі сөйлемнің бас жағында тұрады, және де инфинитив қолданылады. Ең басты бізде ұмытпайтынымыз бұл жерде сұрақ белгісін қойып кету. Мысалы, did I watch, did we clean, did you play деп сұрақтар қойылады. Назар аударайық, бұл жерде салыстырмалы түрде бізде осы шақта және өткен шақта сөйлемдер келтіріп тұрып, осы шақта болатын болса I don't watch television very often. Мен жиі телевизор қарамаймын. Немесе I didn't watch television yesterday. Нақты уақытын айтып тұр, кеше мен теледидар көрген жоқпын. Келесі, does she often go out? Ол жиі сыртқа шығып серуендей ме? Және егер past simple'да сұрақ қоятын болсақ, did she go out last night? Өткен түні ол сыртқа шықты ма деп нақты сұраймыз. Қиын ештеңе жоқ деп ойлаймыз, соны жалғастырайық. Келесі сөйлемде I played tennis yesterday, but I didn't win. Мен кеше теннис ойнадым, бірақ мен жеңген жоқпын. Келесі сөйлем Don didn't have breakfast this morning. Демек, Don таңғы асын бүгін ішкен жоқ. They went to the cinema, but they didn't enjoy the film. We didn't do much work yesterday. Мына жақта екі do етістік қолданылса да, did көмекші етістік, do негізгі етістік. Келесі слайдқа назар аударайық. Know the word order in the questions. Сонымен бізде WH question'дар келеді. Біздер present simple сіздермен өтіп кеткен болатынбыз. Сонымен WH question-нан басталатын сұрақтар бізде сөйлемнің көмекші етістіктің алдында тұрады. Яғни, мысалы айтатын болсақ, how did the accident happen? Немесе where did your parents go? For their holidays. Келесі, қысқа жауаптарға назар аударатын болсақ. Соған байланысты жауаптары yes, барлық есімшелер және де көмекші етістік. Мысалы, yes, I did, yes, we did деп қолдана береміз. Тура солай жоқ дейтін болса, no, we didn't, немесе no, she didn't. Ерекшелігі жоқ. Ал енді қысқаша мысалдар. Did you see Joy yesterday? No, I didn't. Did it rain on Sunday? Yes, it did. Did Helen come to the party? No, she didn't. And the last, did your friends have a good holiday? Yes, they did. Келесі бізде негізгі жүргізісіне берілетін болады. Әрбір тапсырмада біздер екі сөйлемнен оқышайық. Сонымен complete the sentences with the verb in the negative. I saw John, but I didn't see Mary. They worked on Monday, but they didn't work on Tuesday. Бұл бізде болымсыз сөйлемдер және сұраулы сөйлемдерге назар аударайық. I watched TV last night, and you? Егер. Did you watch TV last night? Сұраулы сөйлем нажа. Келесі, I enjoyed the party, and you? Did you enjoy the party? Сонымен қалғаны біздерде үй тапсырмасында болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.